Маңғыстау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы заң және тәртіп қағидаты аясында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бойынша жұмыстар жүргізуде. Ағымдағы жылдың басынан осы күнге дейінгі аралықта 102 есірткі құқық бұзушылығы анықталды. Оның ішінде 32 есірткі қылмысы, яғни 21 есірткі өткізу, 2 аса ірі мөлшерде есірткі сақтау, 1 есірткіні тұтынуға көндіру, 1 есірткіні насихаттау, 2 құрамында есірткі бар өсімдіктерді өсіру, 5 психобелсенді есірткінің заңсыз айналымы және 70 есірткіге қарсы теріс қылық анықталды. Заңсыз айналымнан 33 килограммнан астам түрлі есірткі тәркіленді. Жедел іздестіру іс-шарасы барысында Иран бағытынан келген 28 килограммнан астам апиын тәркіленіп, 2 күдікті ұсталып қамауға алынды. Қызылорда бағытынан 3,7 килограммнан астам есірткі заты марихуана тәркіленіп, 1 күдікті ұсталып қамауға алынды. Аталған деректер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде. Еріктілердің қатысуымен жүргізілген рейдтік шара барысында түрлі есірткі дүкендерінің жарнамасы бар 140 граффити жазуы боялды. Интернет ресурстарының мониторингі барысында есірткі дүкендерін жарнамалайтын 340 сайты бұғатталды. Нашақорлықтың алдын алу мақсатында халық арасында 170 іс-шара өткізілді. Біз барлық азаматтарды есірткі қолданбауға шақырамыз. Өйткені бір дұрыс емес қадам сіз және сіздің жақындарыңыз үшін бас бостандығынан және салауатты болашақтан айыруы мүмкін.